ВК-да танысқан қыз қоймай кездесуге шақырды. Лесби емеспін. Ажырасқан әйелмін. Өзімнен 6 жас кіші бойдақ жігітпен тұрақты кездесіп жүрмін. ВК-да бір қыз жазып қоймады, фото жіберші дейді. Сөйлесіп едім анда екен. Кездесіп көрейік деді. Неге жігітпен жатпайсың деп едім, 14 жасымда зорланғам, содан бері фобиям бар деді. Бір күні жігітіммен төсекте жатып, осы жағдайды айттым. Ол қуанып кетті. Шақыршы, екеуің боп жатқанда мен өтірік білмеген боп кеп қалып, екеуіңді де ұрып алайын деп мәз. Мен бұл ойды Светаға ашып айттым, ол келіспеді. Онда жігітім тек мені ұрғылайды деп келістік. Мен Светаны үйге шақырдым. Содан басталды менің көйлегімді шешіп, өзі де шешінді, біз тек іш киіммен қалдық. Жігітім көрші бөлмеден жасырынып өзін қанағаттандырып бізді бақылап отыр. Бұл мені одан сайын қоздырды, ал Света екеуміз құмарлықпен сүйістік. Света ақырын кеудемді сипап, денемнің әр жерін сүйіп ақыры алмама жетті. Алмамды кезекпен сорып тістеп өзіне қарай тартты. Саусақтары астыма кірі, айналасын сипат. Света іш киімімді ақырын шешіп, тілімен саусақтарын ішіме тығып, кейде тілін мүмкіндігінше терең тығып, саусағымен сипады. Бірақ ең бастысы, ол менің тілімен сипап, бір саусағымды астыма, екіншісін бөксеме кіргізгені маған ұнады. Сол сәтте маған бітіру толқыны келді, мен бұрын соңды мұндай қатты және тәтті аяқтамаған едім. Света орнынан тұрып, ернімнен тәтті сүйді, құлағыма енді менің кезегім екенін сыбырлады. Біз тез ауыстық, енді мен оның денесін сүйіп жаттым. Оның астына жеткенде мен оны тәтті және өте жағымды етіп жаладым. Бұл менің бірінші рет жалап жатқаным ба, білмеймін, не істеу керектігін айтып тұрғандай болды. Шамамен 5 минуттан кейін бөлмеге кіріп қалды. Света шошып кетті. Мен қорықпа жігітім ғой, ол білет деп жалғастыра бередім. Жігітім артымда тұрып, астымды сипалап жатқанын сездім. Оның сайманы қалың емес еді, бірақ өте ұзын болды, сондықтан ол мезгіл-мезгіл менің жатыр мойнымды түртіп отырды. Алдымен ыңғайсыз болды, бірақ кейін маған қатты ұнады. Кейін Светка қалыптарын ауыстыруды ұсынды, біз 69-шы қалыпқа келдік. Мен оны жалап жаттым, ол мені жалап жатты, ал жігітім менің бөксемнің үстіне отырды. Қанша уақытқа созылғаны есімде жоқ. Алдымен Света бітірді, содан кейін жігітім екеуміз бірге бітірдік, үшеуміз құлап, есімнен танып қалдық. Мен зәр шығаруға кеттім. Мен унитазға отырғанда жігітім кірді. Мен одан кетуін өтіндім, бірақ ол қарамады. Ол шалбарын шешіп, мені тоңқайтып итеріп жіберді. Ол мені қатты және тез ұрғылап жіберді, мен тыныс алуға әрең үлгердім. Ол тез аузыма кіріп, дәмді шырынын жұтуға мәжбүр етті. Мен әр тамшысын сордым, бірақ оның қалауы басылмады. Сосын ол мені алдымнан берді, соншалықты тез ұрып жіберді, мен жай ғана ләззаттан шыңғырып жібердім. Шамамен 7 минуттан кейін ол кенеттен шығып, саймайын бөксеме бар күшімен ұрды. Мен жай ғана бітіріп алдым, сосын ол бітірді. Мен жуынатын бөлмеге барып, жуынып, кейін Светкамен жуынып қоштасып сүйіп үйге қайтты. Тек бөксем аздап ауырды, бірақ бұл жақсы түннің белгісі ғана. Келесі кездескенше менің әңгімелерім де, сеніңіз де